Сәлеметсіздер ме, құрметті дәріске қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика 1 курсы. Біз физика 1 курсының 7-ші модулінің соңына жетіп қалдық. Яғни алдыңғы сабақта біз электростатика тақырыбын толық қамтып қорытындылаған болатынбыз. Және осы сабақта біз электростатика тақырыбынан кейін тұрақты тоқ тақырыбын қарастыратын боламыз. Дәрісті оқушы мен Алдаберген Карьер Болатқызы, физика кафедрасының аға оқытушысы. Тұрақты тоқ, электр тоғы дегеніміз не? Тұрақты электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Тоқ бағыты үшін оң зарядтардың қозғалыс бағыты анықталады. Кеңістіктегі зарядтың таралу тығыздығы мен кернеулігі потенциалының байланысы төмендегі формуламен дельта Е тең эпсилон нан 1 ро Ж дельта квадрат фи тең эпсилоннан 1 роға тең екен. Тоқ күші қарастырылатын бет арқылы немесе уақыт бірлігінде өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өтетін заряд. И тең dq бөлінген dr тең интеграл s g ds вектор. Тұрақты тоқ күші дегеніміз И тең q бөлінген t формуласымен анықталады. Өлшем бірлігі Ом, q бізде заряд. Тоқ тығыздығы шамасы бар. Тоқ тығыздығы тоқтың векторлық сипаттамасы. Оның модулі заряд тасығыштар қозғалысының бағытына перпендикуляр орналасқан элементтер аудан арқылы өтетін тоқ күшінің сол ауданға қатынасына тең. J тең DI бөлінген DS немесе тұрақты тоқ күшін J тең I бөлінген S формуласы болады. J векторының бағыты оң заряд тасығышының дрейф жылдамдығы векторының бағыты J тең ро V тең Q плюс N плюс N вектор плюс Q минус N минус V минус векторлар. Мұндағы Q плюс N плюс және Q плюс N плюс N минус тиісті зарядтардың көлемдік тығыздықтары екен. J векторының өрісі E кернеулік векторының сызықтары сияқты жүргізілетін тоқ сызықтарының көмегімен графикалық түрде бейнеленеді. Оны біз 26-ші суреттен бақылай аламыз. Әртүрлі көлденең қималарды тұрақты тоқтың тығыздығы J1 және J2 және екі тізбектер қималар ауданына кері пропорционал. 27-ші суреттен байқай аламыз. J2 бөлінген J1 тең S2 бөлінген S1 болады екен. Бірінші, екінші тізбек бөлігі үшін 28-ші суретте қараған кси тең интеграл 1-2 EDL дельта фи тең АК бөлінген Q0. Тұйық тізбек үшін 29-ші суретке назар аударамыз. Кси тең А бөлінген Q тең интеграл L E DL-ға тең. U тең АК плюс А бөлінген Q0 тең дельта фи плюс кси-ға тең. Бір текті өткізгіштің кедергісі R тең ро L бөлінген S, өткізгіш кедергісінің және меншікті кедергінің ро температураға тәуелділігі R тең R0 жақша ішінде 1 плюс А-тыға тең, мұндағы R тең R0, Т және 0 температура кезіндегі өткізгіштің кедергісі мен меншікті кедергісі. А-альфа кедергінің температуралық коэффициенті. Тізбекте қосу, параллель қосу суреттегі сұлбада көрсетілген. Тізбекте қосуда АБ константа E1 тең E2-ге, R-АБ R плюс R2, U-АБ U1 плюс U2. Параллель қосуда E-АБ E1 плюс E2, 1 бөлінген R-АБ тең, 1 бөлінген R1 плюс E2 бөлінген R2, және R1 көбейту R2, R плюс R2 түрінде жазылады екен. U-АБ тең, U1 тең, U2-ге. Тізбекті
біртекті бөлігі, тізбектің біртекті бөлігі үшін өткізгіштегі тоқ күші өткізгіштердің ұштары арасындағы кернеуге тура пропорционал және өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал болады. И тең U бөлінген R. Дифференциалды түрдегі Ом заңы J тең 1 бөлінген ρ көбейту E вектор, ол көбейту сигма E векторға тең. Электр қозғаушы күші бар, көзі бар, тоқ тізбек бөлігі үшін жалпыланған Ом заңы 30 суреттен қарай аламыз. И тең фи 1 минус фи 2 плюс минус кси 12 R тең U бөлінген R-ға екен. Тұйықтаған тізбек үшін Ом заңы 31 суреттен көре аламыз. И тең эпсилон R плюс R. Мұндағы R электр қозғаушы күшінің ішкі кедергісі, R жүктеменің кедергісі, эпсилон И бөлінген R плюс R-ға тең. Тізбектегі тоқ күші бірдей электр қозғаушы күші және ішкі кедергілердің N көзгедерін тізбекте жалғағанда И тең N эпсилон бөлінген R плюс NR. Бірдей электр қозғаушы күші жеке және ішкі кедергілерінің N көздерін параллель жалғағанда И тең эпсилон бөлінген R плюс R бөлінген N болады екен. Электр өрісі күшінің жұмысы А тең R I квадратты Т уақыт ішіндегі тоқ көзі тізбегінде атқарылатын жұмыс А тең I эпсилон Т I квадрат R плюс R Т эпсилон квадрат R плюс R бөлінген R плюс R көбейту Т. Тоқ қуаты дегеніміз бұл уақыт бірлігінде атқарылатын тоқ жұмысы N тең D А бөлінген dt. Осыдан U квадрат бөлінген R болып қалады екен. Меншікті қуат өлшем бірлігінің бөлігінде бөлінетін қуат ρ G квадратқа тең. Толық қуат тізбегінде тоқ күшінің шығаратын қуаты N0 тең эпсилон квадрат L плюс R-ға тең. Джоуль ленц заңы тоқ өткен кезде өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері dQ тең I U dt I квадрат R dt тең U квадрат R бөлінген dt. Бөлінген энергияның тығыздығын сипаттайтын дифференциалдық түрдегі Джоуль ленц заңы W тең J E тең сигма E квадрат. Тоқ күшінің пайдалы әрекет коэффициенті ню тең R плюс R бөлінген R плюс R. Кирхофтың бірінші ережесі бойынша тізбектің кез келген түйінінде кезігетін тоқ күшінің алгебралық қосындысы 0-ге тең, яғни I К-ның суммасы 0-ге тең. Түйінге келетін тоқтар оң, ал түйіннен шығатын тоқтар теріс деп саналады. 32-ші сурет бойынша Кирхофтың бірінші ережесі мына түрде жазылады. I1 минус I2 плюс I3 тең 0. Кирхофтың екінші ережесі IR суммасы эпсилон К-ның суммасына тең болады екен. Ол электр тізбегінің кез келген тұйықталған контурында тоқтың кедергі көбейтіндісін алгебралық қосындысы сол контурда әрекет ететін электр қозғаушы күшінің алгебралық қосындысына тең екен. Газдардағы металдардағы және электролиттердегі электр тоғы электр газ разряды деп электр өрісі болған кезде туындайтын разряд ол тек сыртқы ионизатордың әсерінен пайда болуы мүмкін. Тоқ тығыздығының өрісінің кернеулігінің тәуелділігі 35-ші суретте көрсетілген. Тасқын дегеніміз сыртқы ионизатор туындырған бастапқы иондар мен электрондардың тасқын тәрізді көбеюі. Осымен біз тұрақты тоқ тақырыбын бастап, біраз тақырыптарын қозғадық, Кирхофтың ережелерімен аяқтадық. Келесі дәрісте біз осы газдар электролиттердегі электр тоқтарын жалғастыратын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.